Сәлеметсіңдер ме ізденімпаз балапандар. Бүгінгі өтетін сабағымыз 90-шы сабақ, бірінші және 10-шы есептерін шешу жолдары. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды аямаймыз, ұмытпаймыз. Бүгін біз бір бағыттағы қалып қою қозғалысы бойынша есептер шығаратын боламыз. Бірінші есепті амалдар бойынша шығар. Егер қар өте көп мөлшерде жауса, жүру қиынға түседі. Жолаушылардың жылдамдығы күн райына байланысты әлде қайда төмен болады. Бір елді мекеннен екі жолаушы бір бағытқа қарай шықты. Біріншісі 40 метр минутына жылдамдықпен қозғалды, ал екіншісі жылдамырақ жүріп 10 минуттан кейін біріншісінен 500 метрге озып кетті. Ол қандай жылдамдықпен қозғалды? Яғни бізде сызбада көрсетіліп тұр, екіншінің жылдамдығын табу керек. Бізде бірінші жылдамдық, уақыт және де жол берілген, озып кеткен уақыты. Ол үшін алғашқы бірінші біз жылдамдықты, яғни минутына бөлеміз. Яғни бізде 10 минутта 500 метрге озып кеткен болса, әр минутта неше метрге озып отырған табуымыз үшін біз жалпы жолды, яғни 500 метрді уақытқа бөлеміз. Сонда бізде әр минут сайын 50 метрге озып отқан екен. Сәйкесінше әр минут сайын 50 метрге артық қозғалатын болса, онда ол бірінші жүргіншіге қарағанда 50 метрге артық жылдамдықпен жүреді деген сөз. Сондықтан да 50 метрге 40 метр минутты қосамыз, сонда екінші жүргіншінің жылдамдығы 90 метр минутына тең болады екен. Екінші есеп бізде, ал енді осы есепті теңдеу құрып шығарып көр. Теңдеу құр 26-шы беттегі ережені қолдан дейді. X екінші жолаушының жылдамдығы болсын делік. X минус 40 қалып қою жылдамдығы. X минус 40 көбейтілген 10 екінші жолаушының біріншісінен озып кеткен, біріншісі екіншісіне қалып қойған ара қашықтық. X минус 40 көбейтілген 10 тең 500. Яғни біз осы формуланы қолдана отырып, жалпы теңдеуді қолдана отырып, бірінші жақшаны ашып аламыз. 10-ды екінші бетке өткіземіз. Сонда бізде x алынған 40 тең 50-ге тең болады. Сонда x-іміз тең болады 50 қосылған 40. Сонда біз екіншісінің жылдамдығын табу үшін екіншінің жылдамдығы 90 метр минутына тең болады екен. Енді орнына қойып есептеген жағдайда 90-нан 40-ты алып тастаймыз, оны 10-ға көбейтеміз, сонда 500-ге тең болады екен. Ал бұл жердегі 500 дегеніміз, яғни екінші жолаушының біріншісінен озып кеткен, яғни ара қашықтығы. Өрнек түрінде S деп аламыз. Үшінші есепті теңдеу құрып шығар. Бір елді мекеннен бір уақытта екі машина жолға шықты. Бірінші машинаның жылдамдығы 70 км, ал екінші машина жылдамырақ қозғалып 2 сағаттан кейін біріншісінен 40 км-ге озып кетті. Ол қандай жылдамдықпен қозғалды дейді. Бізде кестеде көрсетілген, бірінші жылдамдық берілген, уақыт көрсетілген, озып кету жылдамдық ара қашықтығы көрсетілген, бізге екінші жылдамдықты табу керек. Теңдеу құру үшін біз мына формуланы аламыз, яғни бұл жерде S-тен V2 V1-ден, яғни ара қашықтығының айырмасы және де уақыты көрсетілген, ара қашықтығы тең болады көбейтілген уақытқа. Енді осы жерде біз мынандай теңдеу шығарамыз. X алынған 70 көбейтілген 2 минутта уақыт, және де 40 жол. Осыны пайдалана отырып теңдеуімізді ары қарай шешеміз. Яғни екіні теңдіктің екінші бетіне өткіземіз, көбейту амалы бөлу амалын ауысады. Сонда бізде x алынған 70 тең 20-ға тең болады. Яғни әр сағат сайын озып отырған ара қашықтығы, бұл жерде x деп тұрғанымыз. X тен 70 қосылған 20, x тен 90. Яғни екінші автокөліктің жылдамдығы. Бұл жерде 90 алынған 70, енді орнына қоятын болсақ, көбейтілген 2, сонда 40 км ара қашықтығы шығады. Төртінші есеп, мұнда есепті әртүрлі тәсілдермен шығаруға болады. Есепті шығарудың екі тәсілін тауып көр. Амалдар бойынша жаз. Серік пен Арман бір уақытта ауылдан өзенге қарай моторлы шанамен шықты. 250 метр минут жылдамдықпен жүрген Серік 20 минуттан кейін өзенге жетті. Ал егер Арман 200 метр минутына жылдамдықпен жүрген болса, онда ол Серіктен қандай қашықтықта болды? Яғни бізде V1, V2 берілген, уақыт берілген. Сәйкесінше, яғни ең жылдам жүрген бізде 250 метр минутына жүрген Серік бірінші жетіп тұр, 20 минутта. Ал бұл уақытта Арман жылдамдығы аз болған үшін жете алмайды. Бізге тек оның жолын табу керек. Бұл үшін де бірінші шешімі ол, яғни жалпы жылдамдықтардың айырмасын тауып алу, яғни минутына неше
метрге қалып отыратын, минутына 50 метрге қалып отырады, яғни 250-ден 200-ді алып тастаймыз, 50 метр минутына болады. Жалпы жолды табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз, сонда бізде 50 қосылған көбейтілген 20 тең 1000 метрге тең болады. Яғни 1000 метр дегеніміз бұл арманның серіктен қалып кету ара қашықтығы. Екеуінің, ол өзенде болса, арманның жеткен жеріндегі екеуінің ара қашықтығы болып есептеледі. Ал екінші шешу жолында біз бірінші екеуінің жалпы жолдарын тауып аламыз, яғни 250 метр минутына жылдамдықпен қозғалса 20 минутта 5000 метр жол жүріп тастайды екен. Ал екінші серік болса 200 метр минутына жылдамдықпен 20 минутта 4000 метр жол жүреді екен. Жалпы жолдарын бір-бірінен алып тастау арқылы, яғни 5000-нан 4000 метрді алып тастау арқылы олардың ара қашықтығы 1000 метр екенін анықтауға болады. Осы екі шешім арқылы, екі жол арқылы есепті табуға болады. Есеп түсінікті болса, келесі есепке көшеміз. Келесі есеп бізде есепте тексер дейді. Бұл жерде тек қана мәндерін жазып шығу керек. Яғни бізде біріншісінің мәні 39758, екіншісінде 801551, үшіншісінде 259350, төртіншісінде 38, бесіншісінде 36-ға, ал алтыншысында 122208-ге тең болады екен есептердің мәні. Алтыншы есеп өрнектер құрып, олардың мәнін тап. 100 санынан 694 пен 705 сандарының көбейтіндісін азайтып, оны 154080 мен 428 сандарының бөліндісіне арттыр. 2603 пен 58 сандарының көбейтіндісіне 1 миллион мен 19975 сандарының айырмасын 75 есе кемітіп қос. 39096 мен 54 сандарының бөліндісі мен 2306 санының қосындысын 35-ке арттыр. Яғни сәйкесінше осы ережелерді, шарттарды қолдана отырып, бізде астындағыда есептер шығады. Біріншісінің мәнінде, яғни бізде 411190 шығады, екіншісінде 164041 шығады, үшіншісінде 106050 шығады. Ал есептің орындалу реті осы шартта көрсетіліп тұр. Бірінші көбейт, сосын азайт деген сияқты. Келесі есеп бізде жетінші есеп. Ойлан және жауап бер. 601 санынан үлкен бірақ 700 санынан кем 0 цифрымен аяқталған неше сан бар? 2 цифрмен аяқталған санша дейді. Сәйкесінше 601-ден үлкен, 700-ден кіші бізде 0 цифрмен аяқталатын 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, яғни 9 сан бар екен. Ал 2 цифрмен аяқталатын дәл осындай 10 сан бар екен, яғни 602, 612, 622, 632, 642, 652, 662 және 672, 682, 692. 8-ші есеп есепті шығар. График бойынша тағы да сұрақтар қарастыр дейді. Графикте жаяу жүргінші мен шаңғышының қозғалысы көрсетілген. График бойынша шаңғышы мен жаяу жүргіншінің әрқайсысы сағат нешеде жолға шыққанын анықта. Тоқтағанда дейін олардың әрқайсысының жылдамдығы қандай болды? Оны қалай есептейсің? Әрқайсының аялдау ұзақтығы қандай болды? График бойынша тағы нені білуге болады дейді. Яғни сәйкесінше қарасаңдар, шаңғышы және жаяу жүргіншінің уақыттары, шығу жолдары, яғни графиктерінің басталған жері олардың уақыттарын көрсетіп тұр. Осыған сәйкес шаңғышы сағат 11:00-де жолға шықты. Тоқтағанға дейінгі жылдамдығы 8 км болған, яғни S километр тұсындағы стрелкаға қарасаңдар 8 километрге сәйкес кеп тұр. Ал аялдау ұзақтығы 1 сағат болған. Бір рет аялдаған барлық уақытқа, яғни 3 сағат жол кеткен. Яғни 3 сағат уақыты кеткен қозғалыс. Себебі сағат 11:00-де жүруді бастаса, 14:00-де жүрісін аяқтаған. 2-ден сәйкесінше сағат 2 мен 11-дің аралығы 3 сағат уақыт болады. Бұл жерде біз қалай таптық? Біріншіден бізде жол берілген, уақыт берілген, бізге жылдамдығын табу үшін сәйкесінше жылдамдықты, яғни жолды уақытқа бөлеміз. 8-ді 1-ге, сонда 8 км сағат шығады. Ал жаяу жүргінші бұл жерде сағат 9-дан бастаған екен жолға шығып, тоқтағанға дейін жылдамдығы 5 км сағатпен болған, аялдау ұзақтығы 1 сағат болды. Яғни тігінен
қозғалған сызық ол аялдау уақыты. 2 рет аялдаған, барлық уақытта жолына 6 сағат уақыт кеткен екен. Бұл жерде де жолды уақытқа бөлу арқылы оның жылдамдығын табамыз. 10 бөлінген 2 5 км сағат. Келесі есеп 9. Есепті шығар. Айна тұратын ауылда 2018 жылы қар көп мөлшерде жауды. Ауланы қардан тазарту жұмысына тұрғындар мен оқушылар жұмылдырылды. 2018 жылдың 4 цифрымен жазылады, яғни 0, 1, 2, 8. Осы 4 цифр арқылы болашақтағы жылдарда неше рет жазуға болады. Барлық нұсқаларын жаз. Яғни бізде болашақтағы жылдар деп тұр. Болашақтағы жылдар дегеніміз 2021-22-ден үлкен жылдардың саны. Сәйкесінше 2021-ден үлкен сандар ол 2081, 2108, 2801, 2180, 2810, 8012, 8102, 8201, 8021, 8120, 8210, яғни 11 рет жылды, яғни айналдырып осы сандарды орындарын ауыстырып жазуға болады екен. 10-шы есеп бізде есепті теңдеу құрып шығар. Қар тазалайтын 2 машина бір уақытта таңғы сағат 8-де шығып, бір бағытқа қарай жүрді. Бірінші машина жылдамырақ жүргендіктен сағат 11-де олардың ара қашықтығы 6 км болды. Егер екіншісінің жылдамдығы 30 км сағат болса, онда бірінші машинаның жылдамдығы қандай дейді. Яғни бізде екінші машинаның жылдамдығы берілген, озып кету ара қашықтығы берілген, және де уақыты берілген. Осыны ескере отырып бізге бірінші машинаның жылдамдығын табу керек, және де бұны теңдеу ретінде шығарсақ, жол тең болады, яғни бір мен екінші машинаның жылдамдықтарының айырмасына оны уақытқа көбейтеміз. Сонда бізде 30 алынған x көбейтілген 3-тен 6. Жақшаны ашамыз. 30 алынған x 3-ті екінші бетке өткіземіз. Сонда бізде ол бөліну амалына өзгереді. 30 алынған x-тен 2, x-тен болады 30 алынған 2. Сонда бізде екінші машинаның жылдамдығы 28 км сағатқа тең болады екен. Енді 28 км сағатта, яғни 30 км сағат екеуінің айырмасы 2-ге тең болады. Яғни әр сағат сайын 2 км озса, онда сәйкесінше 3 сағатта 6 км-ге озады. Енді теңдіктің орнына 28-ді қойған жағдайда 30 алынған 28 көбейтілген 3 тең 6-ға тең болады екен. Осымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сабақта 5 алуларыңа тілектеспін. Сау